Баршаңызға сәлем, сіздермен береке. Мен бүгін сіздермен дәл осындай әдемі болып шығатын хычинын деп аталатын тамақтың рецептімен бөлісетін боламын. Егер каналыма жазылмаған болсаңыз жазылып, видеоны соңына дейін қараңыз. Бұл тамақ сізге ұнары сөзсіз. Ал ендеше іске кірісейік. Ең алдымен бізге қажет заттар су және де айран, тұз, ұн қажет болады. Ең алдымен суымызды құйып аламыз. Оның үстіне айранымызды құямыз. Мен қай заттың қанша мөлшерде керектігін описаниеда жазып өтемін. Араластырамыз жақсылап. Оның үстіне тұзымызды салатын боламыз, дәміне қарай. Тағы да араластырып, үстіне електен өткізген ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Міне осылай қамыр илеп аламыз. Және де қамыр бірнеше минуттай тынып тұру қажет, бетін жауып қоятын боламыз. Оған дейін біз мұнда картопты пісіріп аламыз. Мен осылай майдалап суға пісіріп алдым. Піскен картопымызды осылай езіп, үстіне сары майымызды қосып, тағы да араластырып езетін боламыз. Және де тұз бұрышты да ұмытпаймыз. Ал дайын болған қамырымызды аламыз. Оның көмегімен осылай қолымызбен елеп отырып, сопақша тәріздес етіп шығарамыз. Және де қамырымызды осылай бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Менде ровно 10 бөлік шықты. Енді әр бөлікті шетінен алып жаятын боламыз. Қатты жұқа етіп жаймаймыз. Кішкене ғана ортасына начинкамыз сиятындай етіп жаятын боламыз. Осы жеткілікті болып қалады. Осының үстіне картопты салмамызды салып, шеттерін жақсылап, тығыздап, жапсырып шығамыз. Яғни қамырды жайып жатқанда ол қамырдың арасына шығып кетпейтіндей болу керек. Жақсылап осылай бекітеміз. Үстінен бір-екі рет басып, шетке қойып, қалған қамырларды дәл осылай жасап шығамыз. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да көрсете кетейін. Негізі начинканы өзіңіз қалағанша етсеңіз болады, зелень қоссаңыз болады, сырмен жасасаңыз болады. Мен картоппен жасағанды жөн көрдім, маған солай ұнайды. Міне тағы да қазір начинкамызды салып, осылай шеттерін тығыздап бекітіп шығамыз. Тағы да үстінен басып, шетке алып қоямыз. Міне біз барлық қамырымызды дәл осылай жасап шықтық. Енді шетінен бастап, ұнның көмегімен қатты емес жайлап, осылай жайып шығатын боламыз. Бізде арасындағы картоптар шығып кетпеу керек. Абай болуға тырысыңыздар. Өйткені қатты жұқа болса, картоптар шығып кетуі мүмкін. Осылай ұн сеуіп отырып, жайып шығамыз. Енді қызып тұрған табамызға ештеңе де құймаймыз, майда құймаймыз. Дәл осылай салып, екі бетін аударып отырып, қызарғанша пісіріп аламыз. Піскендей осылай үстіне бірден сары майымызды жағып отырамыз. Осылай өте әдемі болып шығады жылтырап. Міне біздің хычинын деп аталатын тағамымыз дайын. Өте ерекше тағам болып табылады. Дәмі де өте керемет, ерекше дәм береді. Дәл осы рецептпен сіздерге жасап көруге кеңес беремін.
Міне осылай өте әдемі болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарияға жаза кетіңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.